Всех привет. О, привет! Че қалайсың? Нормально өзі. Нормально болады. Каналда неше подписчик болыпты, көрсетші тезірек. 275 мың подписчик болды. Да, ну. Онда сек тағы да бір видео түсу керек подписчиктер енді. Көп болмайды тұр онда. Бастайық. Хай достар, барлығына сәлем. Мен бүгін Менбек Сұлтан және Мен Асёка. Достар, бүгін біздің каналымызда қайтадан өте керемет видео шығайын деп тұр. Достар, бүгін біз сіздерге арнап өте қызықты және өте бір андай енді. Ну, короче, күшті видео шығайын деп тұр, Күшті. Достар, тез видеоның тақырыбын қысқаша сіздерге түсіндіріп кетейік. Бүгін біз 24 сағат бойы 1000 теңгеге немесе 5000 теңгеге өмір сүреміз деген видео түсіреміз. Бізде екі парақ болады, короче, біреу 1000 теңге деп жазып тұрады, біреу 5000. Так, короче, достар, челлендж бастамастан бұрын біз бірден Асмұрат екеуміздің парақтардан таңдап алайық. Мынада 5000, мынада 1000, немесе мынада 5000, мынада 1000. Қайсынан, короче, қандай түседі, сонымен өмір сүресің ғой. Қазір алма кетті домалап деп өзіме таңдап. Давай. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Аш. О-майо. Достар, Асек алма теңгесі. Ама не түседі екен, Асек? Конечно, 5000. Короче, подписчиктерге бір нәрсе айту керек болып жатыр. Біздің арманымыз Асек көргеніміздің 300 подписчикке жету. Қазір біздің арнамызда 275 подписчик, 25 адам қалды. Егер де дәл қазір сіз осы видеоны көріп отқан болсаңыз, жай ғана өзіңіздің мынандай тегін лайкыңызды басып, білмеймін, тым қиындығы жоқ сияқты, жай ғана басасыз болды. Және де төмендегі қызыл подписаться кнопкасын басып, сол түске айналдырып кетсеңіз, біз үшін сол жеткілікті. Короче, достар, сіздер түсіндіңіздер деген ойдамын. Біздің еңбегіңізді бағаласаңыздар, біз сіздерге арнап керемет дүниені шығаратын боламыз. Ал енді біз енді точно видеомызды бастаймыз. Енді кеттік. Достар, челлендж басталды. Мен қазір Магнумға баратын боламын. Өзіме қазір енді киімдерімді киіп алсын. Стоп. Куда бека? Магнумға заттар аламын өзім 5000 теңгеге. Давай мен сенмен барайын тоже алам бір нәрселер. Бірге барайық та. Ну, жарайды енді. Асекамен барамыз. Так, достар, біз Асмұрат екеуміз Магнумға кірдік. И мен мына жақта өзіме уже лейс аламын. 275 теңге тұрады, ал менде әлі ақша көп. Достар, короче, Асек өзі заттар таңдап жатыр. Мен мында бискрем деген аламын, короче. Еще скидкамен екен, мынандай 215 теңге кайф. Достар, мен мынандай вафлиді алам, өзі 180 теңге тұрады, ішінде үшеу. Так, достар, мен мына жақта өзіме бір өте дәмді, өте тәтті булочка таптым. Мен осын қатты жейін деп тұр, жүрек пішіндес. Осын алатын боламын, бұны жесем мен өте қатты тоямын деген ойдамын. Мынаны жесем болды ғой уже, обед тойып тұрмын ғой, примерно, короче. Достар, мен мынау нанды алатын болам, нан өте тойымды тамақ болып саналады. Короче, мына нанды алып жатыр, 110 теңге. Достар, мен ротынды алам, бағасы 82 теңге. Как раз ыстық тамақ, еще тойып алам ротынға. Достар, сіздер өздеріңіз білесіздер, менде 1000 теңге. Сол үшін акциясы бар тамақтарды ғана алу керек маған. Сол міне мен Макси чайды көріп тұрмын, 1,5 литр 290 теңге болған, 235 теңгеге сатылып жатыр. Осы Макси чай 1,5 литр осыған плотно ішіп тойып алам как раз. Достар, мен 606 теңгеге продуктыларды алдым. Енді менде 394 теңге қалды. Короче, достар, үйге қайтып бара жатырмын Магнумнан кейін. 620 теңгеге продукты алдым, қазір плотно жейтін боламын. 4380 теңгем қалды. Кайф, ё-майо. Итак, достар, біз наконец үйге келдік. Енді жаңағы сатып алған заттар жейтін боламыз. Мен сіздерге, достар, бірден айтайын. Мен қазір булочкамды жейтін боламын. Сатып алған лейсімді жейтін боламын. Бискрем деген алған печеньемді мен қазір жемеймін. Бұнымен кешке шай ішіп, немесе PlayStation ойнап жейтін боламын. Асмұрат деген уже роллны жасап алған. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Ну, конечно, мен жасап бердім. Макси чайымды ішем, Яшкино вафлиді кешке жейтін болам. Йо, бека кайф қорылсын. Достар, мен, короче, тамақ жеп алдым. В общем, тойып жатырмын. Енді қазір біраздан кейін тағы да
тамақ жейтін боламын. Асека енді уақыт өткізу керек болған қалайда. Так, Асека қазір далаға шыққан деп жатыр. Барселонаның формасын киіп алыпты уже. Қазір не істейсің сен? Қазір далаға шығып футбол ойнаймын достарыммен. Жарайды енді, футбол ойнасын. Ну нахер. Отец. Мен қазір не істерімді сіздер алда көре жатарсыздар. Достар, мен қазір футбол ойнап жатырмын достарыммен. Мен кішкене ойнай тұрамын футбол. Сосын вафлимді жейтін боламын. Бека ана жақта не істеп жүр екен? Достар, мен үйден шықтым. Қазір мен KFC-ге баратын боламын. Қарын ашты әрине. Бағана түсті жегеннен кейін жаттық, демалдық. Телефон шықдық, сериал көрдік. Күн бізде Астана қаласында жаман ысып кетіпті. Так, достар, KFC-ға кірдім. Заказ бердім 19 теңгеге. Шеф-бургер бокс, міне шеф-бургер, пепси. Мына жақта тауықтар, және де фри. Қазір енді осыны тойып алып жейтін боламын. 19 теңгем кетті. Достар, мен KFC жеп алдым, шықтым. Қазір енді футбол ойнауға баратырмын. Қазір Арманның досымен, сыныптасымен кездесіп, бірге футбольный поляға барып футбол ойнайтын боламыз. Мына жеген бүкіл KFC, бүкіл жырды енді кетіру керек құрсын. Достар, мен футболды ойнап келдім, жаман шаршап кеттім. Жана уже бетімді жуып алдым да. Қазір мен бағанағы макс чайым ішіп, вафлиді жеймін. Мынаны қарасаңыздар. Оны. Лайк, достар. Так, достар, все, арамен кездестім. Димаш деген бала қарайды. Ассалаумалейкум. Қазір, футбол ойнаймыз. Сармат деген дорға келдік. Че там, Ара? Ойнаймыз ба? Все, достар, қазір футбол ойнаймыз, сосын болды. Сосын ары қарай бірдеңе істейміз, қайтып тамақ жейміз. Дұрыс па? 2 hours later. Все, достар, қазір скоро үйге қайтамын. Сағат деген уже сағат 11 болып қалды, оннан үйді бір кетті. Өздеріңіз байқап отқандай қараңғы уже прям дымда көрмейді, мен де көрініп тұрған жоқ сияқтымын. Мен мына жақта бағана қалған ақшаға горилла сатып алдым. 350 теңге тұрады, примерно 2130 теңгем қалды, енді 5000 теңгеден. Так, все, достар, мен футбол ойнап келдім үйге, жаман қатты шаршап кеттім, және де тамақты жеймін. Бұл тамақ енді сен ойбай дейді, мына тамақты қайдан алдың дейсіңдер. Бұны мен мамаға сенші деп заказ беріп кеткен болдым. Менде 2130 теңге қалды ғой, мен мамаға 1130 теңге беремін осы бір порция тамақ үшін. Так, все, достар, мен тамағымды жеп болдым, дем алдым, оны барлығын сіздерге түсірмей қойдым, себебі артық нәрсе көп болып кетеді. Қазір мен бір әшік Асмұратты алып, бұның 394 теңгесі қапты. 394 теңген өзінен қалтан ала бер, себебі сен далаға шығасың, қызбен қыдырасың. Сондықтан 400 теңгені өзіне алып, бір қызыңның екеуін 200 теңгелік мороженое жеуге қалсың ақшаны, жарай ма? Ты втираешь мне какую-то дичь. Бүгін осымен челлендж аяқтаймыз. Қазір үйдегілерге приятный нәрсе жасаймыз. Яғни мен өзіме, балмұздақ, әжеме, әкеме, апама, ағама, барлығына, Асекаға барлығына өзімнің ақшама мороженое сатып алып бердім алам. Кеттік. Достар, осындай мороженеларды алатын болды. Все, бауырым, Каспин бар ма? Жоқ. Кетей, өзім төлеймін ғой. Кассаға кеттік, короче. Болса кетесіз. Давай. Касс магазиннен шыққаннан кейін ары қарай үйге барғаннан кейін түсіреміз. Достар, мен бағана бек алған мороженеді жеңдеп жатырмын. Сосын мына жақта Бельгия, Португалия матчты қарап жатырмын. Все, достар, короче, магазиннен келдік, барлығына мороженое бердік. Ана жақта мама, аға, әпкем үшеуі фильм көріп жатыр. Қазір жаңағы мороженое жейтін боламын. Содан кейін видеоны тәмамдай беремін деп ойлаймын. В общем, достар, көп сөйлемей қояйын, көп сөйлеп кететін әдетім бар. Жай ғана лайктарыңызды басып, біздің арнамызға тіркеліп, қызыл подписаться кнопкасын басып, біз үшін қуанышты дүниені жазып кетсеңіз, бізде риза болып керемет видео түсіретін боламыз. Алдағы уақытта тағы да қандай видео артынан көргілеріңіз келеді, соны комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ал енді сіздермен болған мен Бексұлтан, Асмұрат, матч көріп отқан мазаламай қояйық. В общем,
Давайте, достар, пока-пока, чао. Барлықтарыңды құшақтадым, барлықтарыңды сүйдім. Сау болыңдар, достар. Давайте.